Парламентте бірқатар қарама-қайшы пікірлер тудырған заң жобасы талқыланып жатыр. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңға өзгерістер енгізілмек. Қазір елімізде 18 конфессия бар, және олардың 3,5 мыңнан астам бірлестіктері мен бөлімшелері жұмыс істейді. Бұл бірлестіктердің жаппай пайда болу үрдісі 90 жылдары басталды дейді сарапшылар. Сол уақытта коммунистік идеология мен атеистік принциптер жойылды. Қоғамда құндылықтар өзгере бастады. Осының аясында діни идеология жаңғырды. Діни қызметкерлер білім ала бастады. Және олардың оқуы ұзаққа созылды. ТМД елдер болсын, Қазақстан болсын, егемендігін алған жылдары көптеген студенттер шетелдерге ағылып кетіп жатты. Араб елдеріне болсын, Түрк елдеріне болсын, Пакистан еліне болсын, кеткен жас жеткіншектердің барлығы әбден санасы әлі қалыптасып үлгермеген, дүние танымы толық қалыптасып үлгермеген жастардың көбісі шетелдерге шығу арқылы түрлі біздің елімізге, менталитетімізге, дінімізге, ділімізге, дәстүрімізге жат кейбір діни түсініктерді сол шетелдерде оқыған оқу орындарынан алып келе бастады. Сондықтан әр елдің дінді түсіну, дінді түсіндіру, ұстану ерекшеліктер болады. Сондықтан да өкінішке орай кейбір өзіміздің дінімізді де, дәстүрімізді де білмеген кейбір жастар сол шетелде алып келген білімдерін бізге әкелу арқылы көптеген біздің әдет ғұрыптарымызды, дәстүрлерімізді, жергілікті ұстанып жүрген мұсылманшылық түсінігіміздердің өзін теріске шығарып мансұқтай бастады. Бүгінгі таңда ұлттық қауіпсіздік органдары адамдардың теріс пиғылды ағымдардың жетегінде кету жағдайларын жою жолында жұмыс істеп келеді. Алайда таяу шығыстағы жағдай проблеманы күрделендіріп отыр. Имамдарды тыңдамау, имамдарға бағынбау, сөздерін ұстамау секілді түрлі үрдістер мешіттің ішінің өзінде көрініс таба бастады. Сондықтан өкінішке орай осы шетелдерде оқып келген кейбір уағыздаушылардың жетегінде кеткен жастарымыздың көбісі радикалдық түсініктерге де барып жатты. Кейбір радикалдық түсініктерге барған шектен шыққан соншалықты, кейбіреулер тіпті шетелдерге сирия асып кетіп жатса, елдің ішінде қалған жамағаттың өзі осы діни бірлікке, діни тұтастыққа, діни төзімсіздікке себеп болды. Сондықтан да қазіргі таңда дінге өзгеріс енгізіліп отырған заң жобасының өте ұтымды жолы бар деп есептейміз. Әзірленген заң жобасы экстремизм және терроризммен күрес мәселесін түбегейлі шешпесе де, дін саласындағы теріс пиғылды әрекеттерге анықтама және құқықтық баға бере алады. Осы ретте қоғамның қолдауы өте қажет дейді дінтанушылар. То есть, если у него кто-то из близких, скажем так, нетрадиционные религиозные взгляды. Егер азаматтардың жақындары теріс көзқарастар білдіріп жатса, олар сол тақырыпта насихаттай бастаса, сондай адамдарды бірден мешітке алып келіп, олардың пікірі дұрыс па? Ол дінді дұрыс түсіне ме? Оның берген түсініктемесі қаншалықты сауатты екенін түсіндіруіміз керек. Егер осыны қадағаламасақ, соңы өкінішті болады. Такое, скажем, пускание его на самотек, оно потом приводит к таким печальным последствиям. Заң жобасын әзірлеуші дін істері және азаматтық қоғам министрлігі өкілдерінің айтуынша, өзгерістер мен толықтырулар қоғам тарапынан түскен ұсыныстар негізінде әзірленген. Бүгінгі күні білесіз, қазіргі уақытта әлемде де, біздің елімізде де діни ахуалдың үрдісі күн сайын өзгеріп жатады. Соның ішінде бүгінгі күні біздің еліміз үшін деструктивтік діни ағымдардың мәселесі біраз күрделі болып табылады. Сонымен қатар 2016 жылғы және одан алдыңғы жылдардағы да еліміздің аумағындағы болған кейбір террористік осы оқиғалар еліміздегі осы дін саласындағы заңнаманы жетілдіруді талап ететіні белгілі болды. Енді әрине 2011 жылы қабылданған осы біздің діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң өзінің миссиясын белгілі бір деңгейде орындады. Еліміздің аумағындағы діни бірлестіктердің жұмысы реттелді, миссионерлік қызмет, дінтану сараптамасы мәселелері бәрі қаралды. Ал енді соңғы жылдардағы осы жаңа айтып өткенімдей деструктивтік діни ағымдардың іс-әрекеттері осы заң жобасын осы бағытта біраз күшейтуді талап еткені сөзсіз. Соңғы кездері біздің еліміздің азаматтарының кейбіреулері шетелдердегі кейбір соғыс оқиғаларына қатысты, соның ішінде әсіресе соңғы Сириядағы игілге қатысты оқиғалар, оған біздің еліміздің азаматтарының заңсыз кетіп қалуы шынында да көптеген проблемалардың бар екенін бізге көрсетті. Осының шеңберінде осы министрлік тарапынан
діни қызмет және діни бесау туралы заңға өзгеріс пен толықтыру енгізу бойынша бірқатар жұмыстар жүргізілді. Бұл заң жобасы қазіргі уақытта парламент мәжілісінің қарауында жатыр. Заң жобасында бірқатар терминдерге нақты анықтама берілген. Сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлердің діни ұстанымына қатысты бірқатар нормалар жетілдірілген. Осы заң жобасына қазіргі уақытта деструктивтік діни ағым, сонымен қатар діни радикализм сияқты терминдерге осы ұғымдарына анықтамалар берілді. Яғни біздің бүгінгі осы қалыптасқан еліміздегі тарихи дәстүрлерді жоққа шығару, өздерінің догмаларын, ұйғарымдарын басқаларға күштеп таңу сияқты осындай көріністер шынында да заңмен реттеуді талап ететін мәселе болып отыр. Сонымен қатар қазіргі уақытта біздің еліміздің азаматтарының шетелдерде діни білім алу мәселесі реттеуді талап етіп отыр. Шетелде діни білім алу осыған дейін өзекті мәселе болған еді. Сондықтан өзге мемлекеттерде білім алу ережелері күшейтілмек. Қазіргі уақытта біздің еліміздің азаматтарының шетелдерде діни білім алу мәселесі реттеуді талап етіп отыр. Өйткені бір кездері білесіздер, біздің еліміздің азаматтары шетелдерге діни білім алуға барамыз деп, ол жаққа барғаннан кейін кейбіреулері күмәнді оқу орындарының болмаса танымайтын шейхтардың ықпалында қалып қойып, осы біздің еліміздің аумағына радикалдық болмаса басқа да теріс ағымдарды алып келіп тарата бастады. Соның салдарынан біздің осы елдің ішінде де діни көзқарасына байланысты кейбір келіспеушіліктер пайда болды. Осыны ескере отырып, қазіргі уақытта осы заң жобасына еліміздің азаматтары алғашқы діни білім алуды осы Қазақстанда жүзеге асырғаннан кейін ғана барып, одан кейін бакалавр болмаса магистратура, докторантураға шетелдерге оқуға бару туралы бап қосылды. Сонымен қатар бұл жерде заң жобасындағы тағы бір назар аударарлық мәселе, бұл осы мемлекеттік қызметкерлердің діни ұстанымына қатысты мәселе болды. Осы мемлекеттік қызметкерлердің діни мәселеге қатысты әрекеттері осы заңмен реттелетін болады. Бұл жерде негізгі мәселе діни қызметке, діни бірлестіктердің мүддесіне мемлекеттік қызметкерлердің мүдделілік танытпау мәселесі бар. Бұл жерде діни бірлестіктердің мүшелігіне кіру мәселесі бар. Ал енді жалпы алған кезімізде бұл жерде аталған норма мемлекеттік қызметкерлердің өздерінің жеке діни ұстанымына ешқандай кері әсері жоқ. Өйткені олар жұмыс уақытынан тыс уақыттарында өздерінің діни көзқарасы бойынша діни құлшылықтарын орындауына, өтеулеріне ешқандай да кедергі жоқ. Сонымен қатар олардың қандай да бір діни ұйымдардың мәселелеріне қатысты пікір білдіруі, бұл енді әрине басқа мәселе. Өйткені біз мемлекеттік қызметте болғаннан кейін осы діни бірлестіктердің қызметіне тікелей араласуға, болмаса олардың мүддесіне қатысты пікір білдіруге, өзіміздің ұстанымымызды олардың мүддесіне қарай бұрмалауға ешқандай да заң рұқсат бермеу керек деп мен өзім ойлаймын. Сонымен қатар бүгінгі күні осы заң жобасында діни бірлестіктердің қаржы ашықтығын қамтамасыз ету мәселесі кеңінен қарастырылып отыр. Себебі бүгінгі күнге дейін осы біздің еліміздің аумағында діни бірлестіктердің қаржылай ашықтығына бұл бізде заңдардан тыс қалып отырды. Ал бұның салдарынан әрине әртүрлі оның теріс ықпалы болатыны белгілі. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңға енгізілетін өзгерістер мемлекеттік органдар мен діни ұйымдар арасындағы байланыстың тиімділігін арттыратын болады. Сонымен қатар мемлекеттің зайырлығын қамтамасыз етеді. Заң жобасы әртүрлі отырыстарда талқыланды. Өзгерістердің көпшілігі көбінесе діни бірлестіктер тарапынан ұсынылған.